Қазақтың бүгін тағы жайы мұңды, Ғазишан, әзиз ана қайырымды. Алланың әмірмен қазақ елі қазыналы қартынан айырылды. Жанажи Жамалажи көрегенім, өмірін үлгі еткен өнегелім, Тәңірдің тартусын алталашқа, айдай жарық сәулелі кемел едің. Көзіңнен мейірімді көрер едім, жатсынбай жетім көрсең жебеп едің, қамыққанға қарайлап қайда жүрсең, тарыққанға нұрыңды төгер едің. Бір өзіңдей өзгені бағалар кім, 10 балаң бар, күшіндей қаранардың, Бибі Жамал апатай, көзіндейсің Айша бибі, домалақ аналардың. Ұлдарың, қорғандарың ізгарманың, қыздарың қамығып тұр қызғалдағың, ұрпағың, туыс тумаң, ұл қыздарың сағынып сарғайып жүр, сіздардағым. Шарпысын барлығыңды жыр шуағы, көңілім сағыныштан тұншығады, үйіңе келген жанның енді алдынан айналайын деуменен кім шығады? Ұмытады қалайша жақсыны кім, сіздей шандар тағдырда тапшы бүгін, жетім жесір жебебең жаратқаннан жәннат болып қайтадау жақсылығың. Жоқтау айтар жетпейді құлқым бүгін, жұртың бүгін жылауда, ұлтың бүгін табанына қадалған тікендерін маңдайыма кірсін деп шырпыр болдың. Игі істі өлшеусіз атқарып ең, жанашырлық мейірім мақпалы ең, Алла деумен ақ жолдан айнымадың, тағдырыңнан тақсірет тартқаныңмен. Ақ жаулықты көнегөз аға жедің, қойнауына ендің бе қара жердің, 10 балаңды өбектеп өсіріп ең, өңменіңнен өткенше ала жел тым. Өткелінде өмірдің дарағатаң, соқпақпен жүріп өттің ана қатан, жаратқан жәннат бағын нәсіп етсін, жайыңыз жұмақ болсын Жамал апам.